Ассалаумағалейкум достар, құрметті YouTube арнамыздың көрермендері. Құдай қаласа мына жерге құлпынай көшеттерімізді отырғызамыз деп жатырмыз. Жалпы енді бұл жерде былтыр құлпынай болған. Өздеріңіз көрген болсаңыздар, міне қалғандары. Бұл жерде дұрыс қаралмай қалды. Қолымыз босамағандықтан жөнді суармадық, түбін тазаламадық, сондықтан біраз шіріп, ауруларына да ештеңесіне қарай алмадық. Сонымен қурап кетті, міне. Енді биыл көп адамдікі қурап кетті деп ойлаймын, енді көрген бойынша. Түбін тазалағандар тазалады, тазаламағандар мынандай қызыл шірік, қара шірік, әртүрлі шіріктерін түрлері көбейіп, түбін тазаламағандықтан, дұрыс қарамағанды қалай, мүлде қарамағандықтан ғой жалпы. Келіп қарайтын болсақ, ол кезде түбін тазалап қоятынық, сол кезде құлпынайымыз өсетін еді. Міне түбі тазаланбаған көрініп тұр. Бұл жаққа көңіл бөлмедік. Сондықтан осылай болып кетті. Егер қараған болсақ, мынау түбінде қарайған жапырақтардың бәрін, ескірген жапырақтың бәрін тазалап қоятын. Олар тазалаған жағдайда бұл құлпынайды келесі жылға алып қалуға болатын еді. Алайда бізде басқа да шаруалар көбейіп, бұған қарай алмадық. Және де қазіргі таңда бір 5-6 сорт жақсы сорттардан көбейіп жатырмыз. Фриго көшеттерінен алынған, соларды алып келіп, көшет бастырып дайындап болғам. Соны енді осы жерге отырғызамыз деп жатырмыз. Енді қазір мынау былайынша айтқан кезде бір жалқаудың тірлігі секілді болып жатыр. Енді бұл жерде көшетті көбейтіп алсақ, кішкене өнім алсақ, ары қарай бұл жақты мүлде барлығын қопарып, күлеңкі бәрін алып тастап, тазалап тастайтын боламыз. Бұл жерді кейін аударып, келесі егінге дайындаймыз. Қазіргі уақытта көрсетейін деген нәрсем, ол міне ескі құлпынайдың орнын осылайынан қазып алып тастап жатырмыз. Тамырымен айналасында ескі жапырақ, ескі мынандай бүкіл қажет емес тамырлардың барлығын осылайынан алып тастап жатырмыз. Енді бұл жерде ауру бар болған болса, мына топырақпен, мынау тамырлармен шығып кетеді. Және де мына түбі таза, түбінде кішкене енді қалады. Оларды кішкене қолмен аламыз, алынбаған қалады. Олар ішілі қатты әсерін бере қоймайды. Жалпы осылайынан істеп жатырмыз. Қазір қалай алып атқанын көрсетейін. Мына құрылғыны өзіміз қолдан жасадық. Оны жасауға енді өзіме 1-2 сағат уақыт кетті. Жалпы жан-жақтан көріп, осының нержавейка деген жаңағы темірден жасалған көрдім. Ол 10 мыңның үстінде тұрады екен. Оны алғанша өзім қолдан жасайын деп ойладым. Енді бағасы да қолжетімді емес, 10 мың деген, 10 мыңнан жоғары. Мынаны кәдімгі труба, сол трубаны кесіп алып, мына жанын тағы да кестім. Солай мына төбесінде мына топырақ шығаратын, ішінде 6-лық шестерка сым деп айтады. Және мына екі жағында кальций ашин кәдімгі. Оны кез келген нәрседен жасауға болады, болмаса қалыңдау болт қоясыса да болады негізінде. Және мына жанында аяқпен басатын бір темір труба сваркіледім. Және де мынадай ұстауға ыңғайлы етіп сваркіліп жасадық. Мынау труба, жіңішке труба, қолға ұстаған ыңғайлы, және де салмағы да қатты ауыр емес. Мына бір 15 сантиметрдің төңірегінде, негізінде базарларда осын қол жаңағыда істеп сатып атқан кісілер бір 20 сантиметрдің төңірегінде істеген екен. Маған қатты терең болып кететін болды.
Сондықтан кішкене болса да қатты терең қылмадым. Және енді Құдай қаласа мынау шұңқырлардың ішін биогумуспен топырақ араластырып салатын боламыз. Мына жерде капельный шлангы бар. Осы капельный шлангілерді байқап көреміз. Егер олар жыртылмаған болса, қалады, жыртылған болса ауыстырамыз. Оны ауыстыру барысы қалай болады деп ойласаңыздар, мына басынан жаңағы ескі капельный шлангының басын шешеміз. Жаңағы краникке жалғанып тұрған жерден. Сөйтеміз де соған жаңа капельный шлангыны басына байлаймыз. Сөйтеміз де арғы басынан тартып аламыз. Сол кезде жаңа капельный шлангы ішінде қалып қояды. Ескісін арғай тартып шығарып аламыз. Мына жерде краниктеріміз бар. Міне. Бұл жақтарды байқағандарыңызда шөп өсіп, солай біраз қарамадық, қол босамады. Енді Құдай қаласа көңіл бөліп, біраз қарайтын боламыз. Енді ар жақта кішкене бір 15-20 соттық жерге егіп жатырмыз. Сол жақтан кішкене қол босамады. Міне Құдай қаласа осы жерлерді тазалап жатырмыз. Енді сіздерге көрсетейін дегенім сол жаңағы ескі құлпынайдың орнын тағы да пайдалану үшін топырақты алатын құрылғыны жасау, соны көрсетейін дегенім. Және мына жерге топырақпен биогумусты алып ішін толтырамыз. Одан кейін суарып, жақсылап. Егер топырақпен биогумус отыратын болса, тағы да енді отырады ғой, ол. Сол отырғаннан кейін тағы да кішкене бетінен салып шығамыз. Кейін тағы бір су қойып, сонымен Құдай қаласа жаңа көшеттерімізді отырғызатын боламыз. Жаңа көшеттеріміз әртүрлі сорттар. Ішінде Монтерей деген сорт бар, Александра деген сорт бар. Өте үлкен болады. Және де Ауджи деген сорттар бар. Мурана деген сорт бар. Тағы да бір 2-3 сорт бар. Жалпы оларды қазір кішкене естен шығып тұр. Солардың барлығын отырғызып, Құдай қаласа осы жерден бұйырған өнімді аламыз. NSD сорттар олар 2 рет өнім береді, 2 рет 3 рет. Жазда енді бізде ыстық болғандықтан көп өнім аламаймыз. Тез пісіп кетіп, кішкентай болып қалады. Құлпынайлар өсіп, дәуімей жатып пісіп кетеді, күннің нұры көп болғаннан кейін. Содан кейін құлпынайлар майталанып кетеді. Енді үстіне сетік тартуға әрекет жасаймыз. Бізде мына жерде қазір бір 2 соттық мына жақта кішкене бар. Жалпы бұл жерге таза өнім алу мақсаты емес, өнім алу мақсаты да бар, бірақ біздің көңіл қойып отқан нәрсеміз ол көшет алу. Ана кішігірім жерде жақсылап қарап, көшетін мұртшаларын алып, ары қарай көбейтіп, ішіндегі жақсы сорттардан NSD-лардан 2 мәрте өнім алуға болады. Ал KSD сорттардан көктемде бір өнім аламыз, бұйырған ары қарай келесі жылға өнім алуға әрекет қыламыз. Құдай қаласа біздің каналымызға тіркеліп, өздеріңіздің лүпілдеріңізді басып, және де пікірлеріңізді қалдыра отырыңыздар. Және де осы бейнероликпен өздеріңіздің достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Міне осылай өздеріңіз қолмен жасап алсаңыздар болады. 10 000, 12 000 теңгеге сатып алмай, ешқандай қиындығы жоқ, 1-2 сағатта жасалатын дүние. Жалпы сварщик болмасаңыздар, сварка жасайтын кісілерді тауып, соларға жасатып алсаңыздар, бір қатты қымбатқа түспейді. Енді бір жарты бағасына жасатып алсаңыздар да жаман емес. Ал бірақтан жаңағы көшеден сатып алатын ол нержавейка деген темірден жасалады. Ол нержавейка темірі. Ол тот баспағанымен ол жаңағыдай іләкәр болып келеді. Оны мынандай қатты қара күшпен басқан кезде сындырып жіберуіңіз мүмкін. Сондықтан осылайынан темірден қолдан жасап алсаған дұрыс болады. Бұны енді су тимейтін жерге, құрғақ жерге қойып қойсаңыздар, бұл да тура сол нержавейка сияқты оңайлықпен тот басып, жаңағыдай жаман болып кетпейді. Міне осылай кішігірім пайдалы ақпаратпен бөлісейін дедім.
Құдай қаласа осылай жасаңыздар, әрекет жасаңыздар, Құдай қаласа бәрі болады.